Сәлем баршаға. Бүгін сіздермен бірге осылай дубайский шоколадтың катаифи қамырын және фисташковый пастаны үйден дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге фисташковый пастаға керекті фисташка, сгущенка, сүтті осылай жақсылап блендермен езіп дайындап алатын боламын. Қыздар мөлшерлерін описанияға жазып кететін боламын, сол жерден қарасаңыз болады. Неге осылай езіп дайындап алдық. Енді катаифи қамырында осылай үйден дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге ұн керек болады. Ұн, кукурузный крахмал және сұйық май, су қосып осылай жақсылап араластырып аламыз. Описанияда барлығы жазылып тұр, сол жерден қарасаңыз болады. Қызып тұрған табада осылай қамырымызды құйып пісіріп аламыз. Енді ыстық суымызға осылай шоколадымызды ертіп алатын боламыз. Қалыпқа құйып аламыз. Енді осы шоколадымызды кішкене қатырып аламыз. Осылай сілкіп жан-жақтарына жайып аламыз шоколадымызды. Енді дайындап алған қамырымызды осылай ұсақтап турап аламыз. Табамызға майды, сары майды салып, катаифи дайындап қойған қамырымызды сары майда қызарғанша қуырып алатын боламыз. Осылай қамырымыздың үстіне дайын болған пастамызды салып, екеуін жақсылап араластырып аламыз. Неге осылай дайындап алды. Енді осыны шоколадымыз, қатырып алған шоколадымыздың үстіне салып, осылай жан-жақтарына қасықтың көмегімен салып, осылай жан-жақтарына жайып, үстіне ерітілген шоколадымызды салып, кішкене қатырып алатын боламыз. Неге біздің дубайский шоколадымыз дайын болды. Осылайша сіздер де жасап көріңіз үйден. Осы рецептпен жасап көрсеңіз болады. Әлде де менің каналыма тіркелмеген жандар болса, тіркеліп алыңыз. Осылайша біздің дубайский шоколадымыз дайын. Сіздерді жасап көріңіз беремін. Менімен бірге видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет.